Тарих беттеріне көз жүгіртсек, жабайы қызылшалар ежелден бері адамзаттың сенімді серігі рөлін атқарып келеді екен. Біздің заманымызға дейінгі 2000-1000 жылдары қызылшаның жапырақтары көкөніс ретінде және әр түрлі ауруларға шипа болатын дәрі ретінде пайдаланылған. Видеоны соңына дейін көріп, қазақша контентке қолдау білдіріп, каналға жазылып лайк басып белсенді болыңыздар. Сіздердің болмашқан әрекеттеріңіз бізге шабыт береді. Қызылша аты аталатын ежелгі құжат ретінде Вавилон патшасы бақшасында егілетін өсімдіктердің тізімінде. Бұл ғалымдар қызылшаның отаны Вавилон деген қорытынды жасап отырады. Аталған жазбада қызылша жергілікті көкөніс емес, Сириядан әкелінген деп те айта алады. Бертін келе қызылша Азия халықтары мен жерорта теңіздеріне таралып кетеді. Халық медицинасында дәрі-дәрмек ретінде қызылшаның жапырақтары ғана емес, тамырлары да қолданылған. Бұл туралы Гиппократ және Аристофан Феофрос еңбектеріне дәлелденген. Көкөністердің арасында қызыл түсімен ерекшеленетін кәдімгі қызылшаның емдік қасиеті орасан зор деседі. Тіпті оның кереметтілігі жайында Гиппократтың өзі айтып кеткен екен. Қызылша жемісін шикідей деп пісіріп те жеуге болады. Ал шырыны бір емес бірнеше дертке дауа. Оны дәрігерлер де бүгінгінің ғалымдарды жоққа шығара алмайды. Сонымен қызылша шырынының нақты қандай ауруларға шипа болатынын атаймыз. Ангинаны емдейді. Тамақ ауруларының кез келген түрінде қызылша шырыны ем болады. Ішсеңіз ағзаға, ішекке, бауыр бүйрекке, несеп жолдарына ем. Тамақ ауырып жөтел асқынғанда еш ойланбай қызылша шырынымен тамағыңызды шаясыз. Ал мұрын бітелсе, гайморит мазалағанда қызылша шырынының 5-6 тамшысын тамызасыз. Бұл ем 3 рет қабылдағаннан ақ керемет нәтиже береді. Ал баспаны емдеу үшін бір дана шикі қызылшаны қабығының тазартып үккіштен өткізесіз. Бір стакан езілген қызылшаға бір ас қасық алма сірке суын араластырып тұндырып қойыңыз. Шамамен 30-40 минуттан соң тұнбаны қабаттаған дәкенің көмегімен сығып алыңыз. Дайын болған шырынын бір ас қазығын ішіп қалғанын тамағыңызға шаясыз. Қанды көбейтеді. Қаназық кезінде ең керемет ем болатын қызылша шырыны екенін ұмытпаңыз. Қанды көбейту үшін бір стакан қызылша шырыны және бір ас қасық табиғи таза балды араластырып, күніне 3-4 рет қабылдайсыз. Егер қызылшаға сәбіз бен қара тұрыптың шырынын араластырып ішсеңіз, онда қаныңыз көбейіп, теріңіз тегістеліп, бетіңіз жылтырап шыға келеді. Әрі қуатыңызды артады. Миды жасартады. Жас ұлғайған сайын адамның миы шаршап өзінің жұмысын қалыпты жүргізе алмайды екен. Осы кезде есте сақтау қабілетінің нашарлауы, ұмытшақтық секілді жайсыздықтар пайда болады. Ал мұның алдын алғыңыз келсе, қызылша шырынының көмегіне жүгініңіз. Егер күніне бір стакан балғын дайындалған қызылша шырынын ішсеңіз, онда ми жасарып, жұмысы жақсарады. Әсіресе қан қысымы тұрақсыз жандарға таптырмайтын ем. Бір стакан қызылша шырыны қан қысымын қалыпты ұстап, көңіл күйді көтереді. Егер біз ұсынған емді үзбей қабылдасаңыз, оң нәтижесін 6 айда-ақ көресіз. Бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Егер күніне 3 рет қызылша шырынын ішсеңіз, бауыр ауруынан біржолата құтыласыз. Ал қалай ішу керектігін назарыңызға алыңыз. Ем үшін күніне 1 стакан қызылша шырынын ішесіз. Оған қоса 100 грамм шикі қызылшаны үккіштен өткізіп жейсіз. Қызылшаның құрамындағы бетаин заты бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Сонымен қатар өт жолдарына, асқазан ауруларына, сары ауруға керемет ем. Бұлшықетті қалпына келтіреді. Қызылша шырыны бұлшықеттің ауруын басады әрі қатайтады. Спортпен айналысатындар күніне кем дегенде 200 грамм балғын қызылша шырынын ішуге кеңес береді. Физикалық жаттығу, үздіксіз қозғалыс, ауыр зат бұлшықетке салмақ салады. Ал оны қайта қалпына келтіретін бірден-бір ем қызылша шырыны. Онкологиялық аурулардың алдын алады. Егер сізде онкологиялық аурулардың белгілері білінетін болса, дереу қызылша шырынын ем ретінде қабылдауға әдетке айналдырыңыз. 7 күн үзбей ішіп, қайта тексеруден өтіңіз. Нәтижесінде онкологиялық клеткалардың қалпына келтіріп, аурудың алдын аласыз. Шлактан тазалайды. Қызылша шырынының көмегімен ағзаны улы заттардан, шлактан тазалауға болады. Ол үшін аш қарынға 1-2 ас қасық қызылша шырынын ем ретінде қабылдаңыз.
Арада 3 күн өтісімен-ақ кіші дәретіңіздің түсі өзгеріп, бауыр мен ішектің жұмысы жақсарады. Нәтижесінде теріңіз жасарып, ағзаңыз шлактан тазарады. Қызылшаның құрамында көмірсулар, жасұнық, калий, фосфор, кальций, магний, А дәрумендерінің негізі, С, В1, В6, ПП, Е дәрумендері және де адам ағзасына ең қажетті фолий қышқылы бар. Жинап алған бойда пісірілген қызылшаның емдік қасиеті бар. Ол жасы ұлғайған, гипертония және бауыр ауыратын, іші қатқан адамдарға пайдалы. Қызылша шырынының емдік қасиеті орасан зор, ал дайындау 5-ақ минутты қажет етеді. Нәтижесінде тұла бойыңызды билеген аурудан әп-сәтте айығасыз. Сусынның пайдасы адамның жасына, жынысына байланысты. Өйткені белгілі бір жастан бастап ерлер, әйелдер және балаларға арналған емдік қасиеттері бар. Қызылша шырынының ерлерге пайдасы. Қызылша шырыны күшті жыныс мүшелері үшін де пайдалы. Біріншіден, сусын төзімділікті арттырады және физикалық шаршауды басады. Бұл спортпен айналысатын ерлерге, сондай-ақ ауыр физикалық жүктемелермен жұмыс жасайтындарға көмектеседі. Қызылша шырыны импотенцияға көмектесетіні дәлелденді. Бұл простата аденомасына қарсы тамаша агент. Қызылша шырынының әйелдер үшін пайдасы. Көкөністегі темірдің мөлшері әйел адам үшін көп қан жоғалтқан кезде жеңіл өту үшін қажет. Сондай-ақ қыздар жиі анемиядан зардап шегеді. Ал қызылша өте жақсы. Мұндай жағдайда профилактикалық және емдік агент. Видеоларды жақындарыңызбен бөлісіп қарай жүріңіздер. Келесі кездескенше ауырмаңыздар, сау болыңыздар.